Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі дәмді, денсаулыққа да пайдалы шпинатный рулет жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 5 дана жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызына жарты шай қасық тұз салып, сары уызына 150 грамм шпинатты салып, блендерде жақсылап араластыратын боламыз. Енді ақ уызымызды миксердің көмегімен бірінші ақырын жылдамдықта, кейін өте жоғары жылдамдықта аппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Ол өзінің формасын сақтау міндетті. Енді араластырған шпинатымызға 2 ас қасық ұн, жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ақ уызымызға араластырған шпинатный массамызды төменнен жоғары қарай жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз біркелкі болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай біркелкі етіп біріктіріп алдық. Қатты араластырудың да қажеті жоқ, себебі өзінің формасын сақтамай қалады. Енді пергамент қағазын сұйықмаймен барлық жерін сұйықмай жағып аламыз. Енді шпинатный массамызды пергамент қағазына біркелкі етіп төсеп шығамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Пешімізді 150 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Оның піскен-піспегендігін ағаш таяқша арқылы тексеруімізге болады. Біздің шпинатный рулетіміз дайын. Оның арасына мен творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік жақтым. Шпинат өте дәмді, жұмсақ, үгітіліп тұр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көп пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.